Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз бұрыштарды салыстыру және бұрыштардың түрлері туралы, тік бұрышты, үш бұрыш туралы, сызғыш туралы айтатын боламыз. Ал бұрыштарды салыстыру, біз енді салыстыру деген бұрыннан білеміз бастауыштан бері. Тек бүгін бұрыш салыстырғанда бұрыштарды ғана көрсетіп жазамыз. Мінекей бізде ПНС бұрышы 65 градус, ЕПК бұрышы 30 градус дейді. Қайсы бұрыш үлкен дейді? Бұрыштарды салыстырған кезде олардың градустық өлшемдеріне қараймыз. 65 градус, 30 градус. Қайсы үлкен? 65 үлкен. Онда ПНС бұрышы үлкен ЕПК бұрышынан деп айтамыз. Ал бұрыштың түрлерін мен өткенде де түсіндіріп айтқанмын. Шамасы 90 градусқа тең бұрыш тік бұрыш болады. 180-ге тең бұрышты жазыңқы бұрыш дейміз. 90-дан кіші болатын бұрыштарды сүйір бұрыш дейміз. 90-дан үлкен, бірақ жазыңқы бұрыштан кіші болса доғал бұрыш дейміз. Ал тұтастай түгел бір шеңберді жасап тұрса, бұл толық бұрыш болады. Оның шамасы 360 градусқа тең. Мінекей, қазір енді біз оқулықтарымыздағы есептерден шығаратын боламыз. Бүгін екі оқулық бойынша да бірнеше есеп көрсетемін. Қазір 1266 есеп. Мінекей, шеңбер мынандай үш бөлікке бөлінген. А, В, С. Бұрыштарды былай дейді. А, О, В бұрышы мен В, О, С бұрыштардың қосындысы 220 градус. Яғни мына екі бұрышты қосқанда 220 градус. В, О, С менен А, О, С бұрышын қосқанда, мына екі бұрышты қосқанда 290 градус дейді. Осы бұрыштарды жеке-жеке табу керек. Ал қалай есептейді екенбіз қазір қарастырайық. Мен мына жерге былай жасап қояйын, бұлар X, Y, Z деп, ана түсінікті болсын. Осы бұрыштарды жеке-жеке табу үшін мен осы үшеуін қосайын. X бұрыш плюс Y плюс Z. Осы үшеуін қосқан кезде бір шеңберді береді ғой, ол бізде 360 градус. Ал мен X деп қайсы бұрышты белгіледім? А, О, В. Неке мына бұрышты? Осы бұрышты. Және Y деп В, О, С. X плюс Y деген мен ауыстырайын. Неке мынау? Сонда бізде былай болады. X плюс Y дегені орнына мен 220 қоям. Плюс Z. Тең 360 градус. Z-ті табу үшін 360 градустан азайтамыз 220 градусты. Сонда бізде Z бұрышы тең 140 градусқа. Демек, мына бөліктің іші 140 градус екен. Әрі қарай, Z-тің орнына, неке мына Z-тің орнына 140-ті қойсақ, сонда бізде бұлай болайын деп тұр. Z 220-нен жазбаймыз ғой. Z-пенен бізде мына жерде екінші жағдайымызға келейікші. ВОС, яғни ВОС қосу АОВ. Және АОС деп тұр. Z пен Y-ті қосқанда бізде 290 градус шығыптыр. Яғни ВОС дегені орнына Y деп қойсам, АОС дегені орнына Z-ті қойсам, ол болады екен 290 градусқа. Ал біз Z-ті есептеп шығардық қой жаңа. 140 градус деп. Плюс 290 градус. Онда Y табу үшін 290-нан азайтамыз 140-ті. Сонда Y шығады 150 градус. Неке мына аралықтың іші ВОС бұрышы 150 градус екен. Енді X өзі оңай қанша градус қалды бізде? X-тен мына жердегі бұрышымыз X пен Y-ті қосқан кезде бізде қанша шығып тұр? 220 шығып тұр ғой. Демек 150-ге неше градус қосымыз керек? 70 градусты. Сонда мына жер бізде 70 градус болғаны. X-тен 70 градус дейміз. Өйткені екеуінің қосындысы 220. 220-дан 150-ді алсақ 70 болады. Мінекей жауаптарымыз шықты. Үш бұрышты жеке-жеке анықтадық.